Сәлем достар, базар десе көзімізге жаңадан шыққан заттар, түрлі тағамдар елестейді. Алайда көптеген жерлерде базарлар өте жиіркенішті болып келеді. Біз бүгін сіздерге ең сұмдық базарларды көрсететін боламыз. Тайдағы базар. Бұл жердегі сатушылар адамдарға иттің етін, шошқаның етін, құрбақа және жыланның етін сатады. Яя, біздің қорқып жүрген жыланның етін адамдардың көзінше терісін аршып, турап сатады. Оны осы видеодан көре аласыз. Того қаласында орналасқан Акедосиво атты базар ең үлкен базарлардың бірі. Бірақ оның ішінде түрлі жануарлардың, тіпті адамның сүйегін табуға болады. Сіздер айтып отырған шығарсыздар, бұндай сүйектерді кім сатып алады? Кімге керек бұндай сүйектер? Өйткені Того еліндегі адамдар бұл сүйектер адамға бақыт әкеледі, байлық әкеледі деп ойлайды. Базардағы түрлі алаяқтар сүйектің бағасына қарай адамдарды алдап жүреді. Хайхайда орналасқан бұл базар тек қана жиіркенішті жануарлардың етін сатады. Ол жақтың тұрғындарына бұл жануарлар жиіркенішті ме білмеймін, әйтеуір бұл базарда адам деген өте көп болады. Ол жерде мерекеге арналған шошқаның аяқтары, түрлі құрт құмырсқалар, арам өлген жануарлар мен жыланның жұмыртқасына дейін сатады. Нақтысын айтатын болсақ, бұл жерде Алла тағала харам еткен жануарлардың көбін кездестіруге болады. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің бұдан да қызықты, сапалы видеоларымызды жіберіп алмайсыздар. Ендеше, сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.